Ал кезек спорт жаңалықтарында онымен спорт шолушысы Қанат Базылхан таныстырады. Қанат, кеш жарық, тізгін өзіңізде. Кеш жарық Сағыныш, Шымкентте мергендер сайысы басталды. Барыста көптен күткен жеңісіне қол жеткізді. Осы және өзге де спорт жаңалықтары бірер сәттен кейін. Кеш жарық. Шымкентте нысана көздеуден командалық ел чемпионаты басталды. Қазақстан біріншілігіне ұлттық құраманың барлық үздіктері қатысып жатыр. Олардың арасында Париж олимпиадасына жолдама ұтып алған Ислам Сатпаев, Константин Малиновский, Арина Алтухова мен Александра Ле және Никита Чурикин бар. Шымкенттегі жарыста 3 позиция бойынша 50 метрге мылтық атуда Алматы қаласының ерлер командасы топ жарды. 10 метрге тапаншамен атуда Алматының әйелдер құрамасы ел чемпионы атанды. Жылжымалы нысананы көздеуде Шымкент әйелдер командасы бірінші орынға ие болды. Шайбалы хоккейден Қазақстан ұлттық құрамасының Олимпиада ойындарына іріктеу турниріндегі қарсыластары белгілі болды. 2 жылдан кейін Италияның Милан қаласында өтетін қысқы ойындар жолдамасы Словакия астанасы Братислава қаласында сарапқа салынады. Жарыс қожайындарынан бөлек Қазақстан, Австрия, Венгрия жалғыз лицензияға таласады. Ойындар 29 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында өтеді. 2026 жылғы кешенді сынға 12 елдің құрамасы қатысады. 8 мемлекет әлем чемпионатындағы рейтинг бойынша жолдамалады. Италия олимпиаданы ұйымдастырушы ел ретінде бірден лицензияға ие болды. Өзге 2 жолдамадан Латвия, Франция, Словения және Украина үмітті. Дания мен Норвегия, Ұлыбритания және Жапонияда өзара кездеседі. Қазақстандық футбол командалары жаңа маусымға дайындалып жатыр. Алматының Қайраты Абу-Дабиде Мәскеу Спартагымен кездесіп 0-6 есебімен ойсырай ұтылды. Ал ел чемпионы Астана Краснодардың осал тұсын тапты, есеп 4-2. Спорт жаңалықтарының реті осындай.